Бұрынғы өткен заманда бір шал мен кемпір болыпты. Шал мен кемпір кедей болып, тұзақ құрып күнін көреді екен. Бір күні шал тұзағын келіп қараса, бір қаз түсіп қалыпты. Шал қазды тұзақтан босатып алып, үйіне алып кетпекші болады. Сол кезде қаз шалға былай дейді: «Сен мені босат. Менен не сұрасаң, соны 1 жылдан кейін ал». Шал мақұл көріп, қазды босатып қоя береді. Үйіне келіп, жаңағыны айтса, кемпірі шалға ұрсады. Шал: «Қой, сен түк білмейсің» деп, сөзін тыңдамай жүре береді. 1 жыл өтеді. Шал қазға бармақшы болады. Жүре бір жерге келсе, өңкей түйе жайылып жүр екен. Келіп түйешіден: «Бұл кімнің түйелері? Бұның бәрі Қазбайдың түйелері». Бұл Қазбай баяғы қаз екен деп, шал ойланып тұрып жүріп кетеді. Бір жерге келіп: «Бұл кімнің қойлары?» «Бұның бәрі Қазбайдың қойлары». «Шырағым, Қазбайдың бұдан басқа тағы несі бар?» «Қазбайдың 3 нәрсесі бар. Біреуі піс қазаным піс десе, әр түрлі тамақ пісіп шығады. Енді біреуі құс есегім құс десе, есегі алтын құсады. Тағы біреуі ұр тоқпағым ұр десе, қуалап ұра бастайды». Мақұл деп, шал жүріп кетеді. Шал Қазбайдың ауылына келеді. Қазбай шалды күтіп алады. Шал Қазбайдан піс қазанын сұрайды. Қазбай сұрағанын береді. Шал алып үйіне келе жатса, бір жерде асық ойнап жатқан балаларды көреді. «Ата, үйге кіріп ас ішіп кетіңіз». «Балалар, қазанымды мына жерге қоя тұрайын, бірақ піс қазаным піс деп айтпаңдар». Шал үйге кіріп кеткен соң, балалар тыңдасын ба, піс қазаным піс деп шулап қоя береді. «Піс қазаным піс, піс қазаным піс, қазаным піс». Сөйдегенде әртүрлі тамақ пісіп даяр болады. Балалар қазанды айырбастап алып қалады. Шал қазанды үйіне алып келіп, піс қазаным піс десе, еш нәрсе шықпайды. Шал қазанды алып Қазбайдың үйіне қайта келеді. Қазбай: «Піс қазаным піс» дейді. Еш нәрсе шықпайды. Қазбай қазанның орнына шалға есекті беріп жібереді. Шал есекті алып үйіне қайтады. Жолда келе жатса, балалар шалға: «Ата, үйге кіріп ас ішіп кетіңіз». «Балалар, есегім осында тұра тұрсын, бірақ құс есегім құс деп айтпаңдар». Балалар мақұл дейді. Шал үйге кіріп кеткен соң: «Құс есегім құс». Құс есегім құс десе, есек алтын құсады. Балалар есекті айырбастап, орнына басқа есекті қояды. Шал есекті алып үйіне кетеді. Кемпір: «Қаздан барып алып келгенің осы ма?» дейді. Шал есекке «Құс есегім құс» десе, есек еш нәрсе құспайды. Ол қайтадан Қазбайға келеді. Қазбай бұл жолы ұр тоқпағым ұрды береді. Шал ұр тоқпақты алып келе жатса, сол баяғы жерде тағы да балалар жүр екен. «Ата, үйге кіріп ас ішіп кетіңіз». «Шырақтарым, тоқпағым осында тұра тұрсын, бірақ ұр тоқпағым ұр деп айтпаңдар». Шал үйге кіріп кеткен соң, дәндеген балалар ұр тоқпағым ұр дейді. «Ұр тоқпағым ұр». Тоқпақ балаларды қуалай жөнеледі. Балалар тоқпаққа жалынады. «Піс қазаныңды, құс есегіңді берейік» дейді. Шал келе жатып, естіп қояды. «Піс қазанды, құс есекті бересіңдер ме?» дейді. Балалар «Мақұл, әкеліп береміз» дейді. Шал ұр тоқпақты қойғызады. Балалар піс қазанды, құс есекті әкеліп береді. Шал піс қазанды, құс есекті, ұр тоқпақты алып үйіне келеді. Сөйтіп мұратына жетеді.